ақпараттарды мен және де осы редакцияға да жіберген болатын Бауырсахан. Соны если аяулым өзі дәлел ретінде көрсетсін десе, біз шығарайық сол ақпаратты. Иә, көрсетсін. Редакцияға жолдадыңыз. Дайын болса айтармыз. Ал аяулым, сіз нақты біз ондай ақпарат келген болса, бар болса, айта берейік пе, көрсете берейік пе? Мен артым білмеймін, ондай өзіңіздің ештеңе айтарыңыз жоқ па? Жоқ, артынан келетін ешқандай ақпарат жоқ, сондықтан да я уверена в этом. Бізде енді құрметті көрермен дыбыстық жазба бар екен. Тимурдың айтып отырғаны тыңдап алсақ. Короче, помнишь, бір кезде сенімен встречаға шығам деп, не істеп, кәдімгі бір екі сағат жүрем деп, потом бір 15 минут тұрып шығып кет қалды ғой. Сен бір кезде айтқансың. Ешеті айттың ба, маған айттың ба, я точно не помню. Вот саған сол 15 минутқа барып шығып келген кезде, ол кезде оған бывший звондады. И бывший звондап, типа қандай болды. Короче, айтты, типа сөйлесу керек. Анау-мынау деген сияқты әңгімелер болды да. И, короче, аяу келіп, типа айтты, блин, мен бывший келіп тұр, не істесем болады деген сияқты. И потом бывший келгеннен кейін тұрды да, типа саған шығып келем деді. 15-20 минутқа шығып келем да, потом бывшиймен ары қарай сөйлесем деді. И потом далаға шығып бывшиймен 2 сағат па жүрді. И потом бір кезде үйге кіріп, типа айтты да, блин, қыздар, короче, бізде әлі әңгіме біткен жоқ, үйге кіріп сөйлесе тұрайықшы деді да. И сосын үйге кіріп кухняда отырды. Бұл аяулым